Бірінші, науқастың белсенді қимыл қозғалысын тексеру. Орныңыздан тұрыңыз. Басыңызды барынша алға қарай иіңіз, шалқайтыңыз, қолдарыңызды алға қарай көтеріңіз. Қолдарыңызды белсенді қозғалысқа келтіріңіз. Білезік буынында бүгіп жазыңыз. Қолыңызды орнына қойыңыз қолыңызды. Одан кейін аяқтарыңызды көтеріңіз. Кезек-кезек аяқтарыңызды көтеріңіз. Екі аяқтың ортасын ашып тұрып көріңіз. Қайтадан орнына келтіріңіз. Белсенді қозғалысы сақталған. Екінші, бұлшықеттің тонусын анықтаймыз. Бұлшықеттің тонусын анықтаған кезде біз әрбір буынында қолды, мысалға буынын жазып ашып көреміз. Тонусы сақталған. Норма тонусты. Осылай әрбір буынында біз бұлшықеттің тонусын анықтап көреміз. Үшінші, бұлшықеттің күшін анықтап көреміз. Ол үшін науқастың қолын кеуде қуысына әкеліп, одан кейін науқастан өзіне қолын тартып тұруын сұраймыз. Және де бір қолымызды осылай фиксациялап аламыз. Тартып көреміз өзімізге қарай. Сосын 0 мен 6 балл аралығында баға береміз. 5-6 балл. Бұлшықеттің трофикасын анықтаймыз. Бұлшықет трофикасын анықтау үшін науқасты шешінген кейпінде оның екі жақты бұлшықеттерінің симметриялығын аңғарамыз. Симметриялы болмаса, бір жағы солын болып тұратын болса, сол жақты екінші жағымен салыстыра отырып, өлшегішпен өлшейміз. Біз сіздерге өлшеп көрсетейік. Мына жақта 27. Аймақта да 27, яғни трофикасы бұлшықеттің сақталған. Дәл осылай әрбір аймақтан тексеріп көруімізге болады. Конъюнктивалды рефлекс. Ол үшін біз тітіркендіргіш кез келген затты алып, қағазды немесе мақтаны, сосын көздің қабығын тітіркендіріп көреміз. Бұл жерде науқас шартсыз қорғаныш рефлексін көрсетіп, көзін жұмады. Бұл қалыпты рефлекс. Жұмсақ таңдай рефлексі. Ол кезде біз жұмсақ таңдайын басып көреміз шпательмен. Сол кезде жұмсақ таңдайдың өзі және ар жағында тілшіктің жоғары қарай көтерілгенін көреміз. Одан кейін көмей рефлексі. Ол кезде біз тілдің түбін, тілімізді алдыға шығарыңыз, тілдің түбін басып көреміз. Науқастың құсу рефлекстерін көрсеткендігін көреміз. Одан кейін құрсақ қуысының рефлекстерін анықтаймыз. Яғни жейдеңізді көтеріңіз. Жоғарғы, ортаңғы, төменгі құрсақ бойынша рефлекстерді анықтаймыз. Жоғарғы құрсақ рефлексі бізде омыртқа доғасының аяқталған жерінен тітіркендіріп көреміз, екі жақты. Және де сол жергілікті бұлшықеттерінің тітіркеніп жиырылғандығын көреміз. Одан кейін екіншісі ортаңғы құрсақ. Ол кіндік деңгейі бойында екі жақты тітіркендіріп көреміз. Сол кезде жергілікті бұлшықеттердің жиырылғандығын көреміз. Одан кейін төменгі құрсақ, ол яғни екі мына сүйектің аралығында тітіркендіріп көреміз, екі жақта симметриялы. Ол жерде де жергілікті бұлшықеттердің жиырылғандығын көреміз. Науқас отырыңыз. Соңғы бізде табан рефлексі. Табаныңызды алға қарай көтеріңіз. Табанды біз тітіркендіріп көреміз. Табанды тітіркендірген кезде біз башпайларының жұмып ашылғандығын байқаймыз.